Мұхтар Шаханов, құрметсіз шыншыл тұлғалар, немесе түрік қағанатының құлауы. Отырардан ағып шыққан дариялардың ұлысы, құрметпен даңқ төріндегі, күллі қазақ жеріндегі қариялардың ұлысы, үміт түлкі зып берсе де, сырт тесейіп сырт бөлсе де, туған елден бөлінбеген ой санасы тынысы, шыншыл қатал тағдырынан нәр алған әр ұлысы, Әбу Насыр әл-Фараби бабама, жағымпаздық шарбатынан сусындаған бақшасы, Сахараның боз жусаны секілденген ақшашы, бұлай деп өздеміне өзі піскен арабтың бір патшасы. Санасынан шашыраған ізгілік, ойы зымыран, дана дейді сізді жұрт. Ал мен тынбай ел басқарып келемін. Көңіліме шаттық, сенім қайығын тең жүздіріп, естейтінім күлмақтау сөз, ризамын халқыма. Күннен күнге даңқ қосылып келе жатыр даңқыма. Адам бірақ тағдырға шарасыз ба? Болжап бере аласыз ба? Күні қанша, мәні қанша мендегі асқақ сенімнің, болашағы қалай болмақ ертең мына елімнің. Жаңылысса әділетсіз тілмен көмей жаңылсын, деді ғалым. Оны болжау қиын емес әміршім. Ордаңызға сізге ерекше маңызды әрі қадірлі адамдарды шақыртыңыз, іс ерекше жағымды. Қуат күшін әйгілеген ой парқымен білекпен, мақсат мүдде тағдырында өзіңізбен бір еткен. Және олар қатар-қатар жайғасын көңіліңізге, кім ең жақын, кім қашық дәулетпен. Патша аз кем ойланғанмен сөзге келмей құп болды. Ет пісірім сәттен кейін ордаға жұрт лық толды. Билік тұлпар, байлық арба. Екеуі бір атарба. Алтын артқан арбаға еріп, кім шықпайды сапарға. Болған соң ба бұл елде де байлық күліп атар таң, саудагерлер орнапты ең бірінші қатардан. Патшасының әр шаттығын бірге жүріп тойласқан, орда толы жақын туыс, ой санасын май басқан, без перзенті қатар отыр, арманмен айдасқан, сосын әбжіл шабармандар, сот қазылар жайғасқан. Тең бөлінген не бар дейсіз, мына фәлен жалғанда? 5-6 адам түрегеп тұр, орын жетпей қалған ба? Я, заманы сыртқа тепсе тасбақадан бақшабан, мыналар кім деп сұрады Әбу Насыр патшадан. Бұлар ма? Өзін менен санайтындар кемеңгер, кітап-сітап жазатындар, ақын ғалым дегендер. Түсінікті, деді ұстаз, құзырыңыз қаласа. Болжамымды өзіңізге айтсам деймін оңаша. Келесілді. Оңашада Әбу сөзін бастады. Ей әміршім, алас екен еліңіздің аспаны. Білесіз бе, заманында айдарынан жел өпкен ұлы түрік қағанаты құлады не себептен? Шығу қиын бір түскен соң пенделіктің дауына, оңай соқпас кері бұру рухсыздық ескегін. Олар іштен және сырттан анталаған жауына қарсы қоя білгенмен мың-мыңдаған әскерін мәдениетін қарсы қоя алмады. Ұлан ғайыр ұлы өлкенің бағы солай жанбады. Сол қателік сіздің жерден тапқан екен жалғасын, залы уақыт төбеңізден көтеріп тұр балғасын. Сіз елдегі басты орынды саудагерге беріпсіз, және оған ұлтыңыздың болашағын сеніпсіз. Рухани байлығына арқа сүйемеген ел басқа өлкенің боданына айналады еріксіз. Әне содан халқыңыздың даңқ шырағы жанбауда, рухсыз ел тауыққа ұқсас шыға алмайды самғауға. Жеріңіздің үні болар, ар намысы гүлі болар жандарды, сүтке тиген мысықтай ғып, шетке қағып тастапсыз. Сөйтіп тақсыр қасіретті қиын тағдыр бастапсыз. Мына тайғақ заман маған берсе екі жол таңдауға, десе және бірінші жол байлық жолы шалқыған. Тек тоқшылық арнасымен кергей жүзіп қалқыған, бәрі дайын, не ішемін не киемін демейсің. Өзіңді хам, заузатыңды шат тұрмысқа бөлейсің. Тіршіліктен көрер қызық тамашаңда көп болар, бірақ қайсар шыншыл рухың, дәстүр тілің жоқ болар. Ал екінші жолмен жүрсең жалаң аяқ келейсің. Тағдырыңды тақтық еткен күн көріспен демейсің. Тек еліңнің сан ғасырлық мәдениеті саналы, кәусар рухы, дәстүр тілі өз күшінде қалады. Екі байлық бір жүре алмай бөлінгені болды сын. Бұл жағдайда мен ойланбай қалар едім соңғысын.
сену қауіп, терең тамыр жая алмаған талғамға, мазмұнынан айырылған, рух қанаты қайрылған, елден сорлы ел бар мекен жалғанда. Бөліп ұстар адамзатты мән мағына әрінен, сана шырмар мәңгүрттіктің залалы күн бәрінен. Бұл зор қайғы, ғасырларға кететұғын қапалық, тұйықтан жол іздер әркім, тырысарсыз сіз де бәлкім, бірақ оған айналаңыз жібермесі апанық. Кетіп барам қақпаңызды, сірә қайтып ашпастай. Жан байлығы сіздің елде, ит ішпеген кешкі астай. Енді мұның кері соғар жаңғырығын күтіңіз, деді дағы Әл-Фараби, шығып кетті, қоштаспай. Ұлы баба тағдыры ойнамалы, арыстың ай доғалы сағасында, бұрымы бұлан қаққан, сәулетін сәнін бұзбай сылаң қаққан анамыз сұлу сырдың жағасында. Дәуіріне өзгертпеген рухының сағатын, және ешкімге тежетпеген өр мінезін тағатын, 11 ғасыр арасында отырарда туылық біз екі ақын. Орын таптық бар жөктің төрінен, мен ешқашан теңесе алман сенімен. Ол мекен, саған тіпті наз айтуға от керек, талай-талай алпауытпен шығып едің жекпе-жек. Өз халқының жан байлығын өзі тепкен патшаға, әлі күнге жат өлкеде жатырсың ба өкпелеп. Орныңнан тұр, данышпаным, өр дауысты атанер, елі тыныш болса ғана тәтті ұйқыға бата дер, шуда жіптей шатасқан сан жолдан аман өтсін деп, өз жеріңнің басшысына, қосшысына бата бер. Ұлы далаң ажырамай ұлы дәстүр ұлы ойдан, ұсақ саяз ұлдарының қылығына мұңайған, туған елге соқпасын деп өзің көрген қателік, мен тілеймін, ұлы баба, сен де тіле Құдайдан.